Қыздареки, сәлем, қалайсыңдар? Біздер дейтін кімнің аяулымның қызым бар ғой, менің бір түйірі, бір тал гүлім бар ғой, төрт жігіттің арасында, қақ ортасында, екі ағасы, екі інісінің ортасында қызымның туған күні болды, 7 ноябрь, 10 жасқа толды. Соған Дәулет екеуміз кешке қарай үйден шығып кеттік те, қайда барасыңдар дейді. Мен айтамын, құсын үндеме, қазір келеміз деп қоймайды ғой, біздің балалар бір жақсы бар ғой, қайда барасың деп жауабын айтқан қоймайды. Сосын мен дедім, бір жерде жілік бар, соны алып келемін деп. Жақсы дейді, ойладым жоқ, екеуміз шығып кеттік те, пиндодадан алдында мынандай шарлар алып қойған ғой, мынандай несін үретін, қасында насосымен, ішінде 100 штук шар бар. Соны отырып алдық та, екеуміз машинаның ішіне отырып алдық та, айда шарды ұрдық қой, үріп таусылатын түрі жоқ. Сосын Дәулет айтады, мама құрсын бір 10 шақтысын 15 шақтысын өрсек жарайды ғой дейді. Мен айтамын, қойшы, бәрін үрейік, қызық болады ғой деп. Соны өтірік айтпай қойын, бір сағат жарымның үстінде уақыт кеткен болар, әйтеуір осыны шарды үріп бітіргенше. Үріп жатырық, білмеймін, аузым талып қалды, бірсе Дәулеттің аузы талып қалады, бірсе менің аузым талып қалады. Немен жаңағы өзінің несі бар ғой, насосымен үрсек, кішкентай болып үріледі да, ауызбен кішкене үлкендей болып үрейік деп, сонымен әйтеуір екеуміз отырып, ішінде неше түрлі цветтер бар, қызыл, жасыл, сары, розовый, көк. Сонымен әйтеуір отырып бір жағынан ойлап қоямыз, ұйықтап қалдым екен. Өзіміз дейтін сағат 9:30-да ма сондайда шықтық үйден, 9-дан кете. Сағатты қарап қойымыз, 10 болды, 10:30 болды, 11 болып қалды. Соны бір бүйтейін, құрсын тез етек, аналар қажатып қалады деймін. Сонда Дәулет айтады, бір жағынан ұйықтап қалғанда жақсы ғой, мама. Қазір ұйықтап қалғанда сағат 12-де как раз. Сол кезде тұрып қаламыз да, 12-де құттықтамаймыз ба дейді да. Екеуміз дейтін не алып қойдық, қайтпақшы, дүкендерге барып тортымызды немізді әкеліп бәрін машинаның артына салып тастадық. Шардың үрілетін түрі жоқ, екеуміз шаршап кетті. Бірімізде Дәулет айтады, мама, қолым үйіп қалды дейді, бірсе аузым үйіп қалды дейді. Мен шыда құттай өзің ғой енді бастаған дейді. Соған екеуміз отырымыз, дейтін жіп жоқ үретін. Дәулеттің жері айтып жатыр, құрсын қолым үйіп қалды дей ма бірдеңе деп, саусақтарым үйіп қалды дей ма бірдеңе. Шардың дейтін несі, үргендер дейтін китайский ғой, қанша дегенмен дәмі жаман, аузының бәрін бір түрлі қылады. Мынандай фольга шарды алдық, әйтеуір айтпақшы, розовый 1, сосын сарыдан 0 дегенді алдық. 10 жасқа толып жатыр ғой енді. 10-да үрдік те артқа тастадық. Сонымен отырып екеуміз, сөйтіп Дәулет сағат 12-де как раз жақсы болады, мама ұйықтай берсейді. Шарға қарасам, шар дейтін әйел толып тұр, мынау бітетін түрі жоқ. Сонымен отырмыз. Артқа қарап қоям, бірімізде қарасақ, сары фольга шарымыз нетіп жатыр, өзіміз жіберіп жатыр екен да. Розовыйды қарасақ, ол да жіберіп жатыр, бұл шарап. Құрсын арға не болып қалды ке деп, шардың басында үрген трубочкасы бар ғой, соны тақ қояқшы, осы трубочка құр емес, соны не үшін салып тұр дейсің деп, трубочканы екі шардың астына салдық та, кішкене үржіп едік те, трубочканы тық қойып едік, шарды қақшима болып қалды, қақшиып қалды. Соған екі шарды қайтадан үріп қақшитып артқа тастадық шариктердің қасына. Соған қайтадан жалғастырып кеттік, кішкентай шарларымыз үрейік деп. Таусылатын түрі жоқ, үріп жатырық, сағатты қарап қоямыз. Соған айда шардың бәрін майшадан синекке кіргіздік, синектен үйге кіргіздік, әйтеуір дейтін. Мына жер дейтін, кәдімгідей шар дейтін, күн, жел бәрі ұшып жатыр, еще 4-5 далаға ұшып кеткен сияқты. Соған кухняға келдік те, мынандай көзімізше не жасадық, сюрприз жасадық. Келсек үшеуі ұйықтап қалды да. Соған күндіз қыздар роза гүл берген ғой, сол роза гүлдің лепестоктарын шашып, солдың үстіне немізді әкелген нелерімізді, торт жоқ, айтпақшы, кішкентай пирожный алдық та, үстіне 1-0 дейтін нені қойдық та, свечаны қойдық та, шарымыздың бәрін бір бұрышқа үйіп тастадық, оянғанын көріп қалмасын. Оятып аяқ алып келдік, непонятно. Вау деп деді, айқайлап жатыр қой екеуміз дейтін. Дәулет бар, әнеке ұйықтап жатыр, кішкентай Дәулет бар, үшеуміз дейтін деді, happy birthday to you деп деді, өлең айтып, аяқ дейтін мәз отыр. Оятқанда бұлданып жатыр, ұйқым келіп тұр деп. Мен айтамын, жүр сабаққа барасың, тәртіп ол кейін, сабаққа бармайсың ба енді деп айқайлап алдық келдім, бетонын жуғызып, кухняға кіргізіп қалғанда осындай нені көрді деп, шок болды ғой дұрыс. Зефирдің үстіне мынандай свечада қойдық, ішіне көп тұратын свеча бар ғой, соны да қойдық, андай 10 дейтін свечаны да қойдық, әйтеуір. Сонымен қызым мәз болып, мама, рахмет, анашым деп құшақтап сүйіп жатыр, менің есімді тандырып.
соны қызым сол жерде фотоға түсіп салып кетті айтпақшы. Соны Дәулетпен екеуі түсті. Ана екеуі ұйықтап жатқан жақсы болды. Одан басқа мына жерде о деп айқай шу болатын еді. Сонымен үшеуміз жайлап туған күні өткізіп жібердік қой түнде. Сонымен мәз болып әйтеуір неше түрлі фотоға түсіп жатыр. Соны дастархан басталып кетті. Өзім шай іштік отырып алып. Уже ертесіне айтпақшы папасы келді жұмыстан. Папамыз келіп мына жерде самса пісіріп, өзіміз ет жеп алдық. Сосын слегка шай ішіп алдық. Шай жасап мына жерде өздері балдар фотозона жасаған, шарды үріп, жабыстырып, өзінің құттай кезінен фотоларын жабыстырған дұршым. Сонымен сөйтіп мына жерде соның фотозонаның қасына отырып шай іштік. Соны балдардың басына андай неге езіп қойдым. Туған күн ғой деп, соны жерде тортты үріп жатыр Айкүш. Мәз болды, кәдімгі қуаныштан көзі дейтін бауыл жанып тұр. Сникерс дейтін торт алдық, сол сникерс тортпен бәрімізге бір-бірден кесіп, тортпен шай ішіп рақаттанып. Сосын мен бүйтіп отырмын жерде, давай балдар Айкүшке тосайтындар деп жатырмын. Сен айт, мен айт деп балдар ұялып отыр. Сонымен кімге айттым? Амдер айтпақшы, Ариф тосайтып жатыр. Апатай туған құтты болсын, ауыз жүртіп бір 5-6 ауыз сөз айтты балдарлап. Енді Алиханға айтты десек, біздің Алихан андай ғой. Деп күле береді да өзіме-өзі. Жизни радостный бала ғой өзі. Сонымен отырып жерде айта алмай күліп ыржаң-ыржаң етіп. Бошы құрсын, айшы бір 2 ауыз сөз айтшы, Арифтен жамансың ба деп жатырмын. Сосын Дәулет кетті бір мезгілде. Қарындасым туған күніңмен мен бәрін салып айтып жатыр. Үлкен тәтесі Стамбулдағы Турцияда. Ол да неден голосовоймен не жіберіп жатыр. Қарындасым поздравить етіп. 2 ағасы, 2 інісінің ортасындағы жалғыз гүл ғой. Сонымен егер қайда. Сонымен ойшым айтпақшы, мына жерде Дәулет дейтін өлең айтып берейін одан да деп. Өлең айтты. Айкүштің түрін қарсаңдар қыздың. Ұсқан дейтін кеткен шүртеп. Мына жерде не ұнамай отыр десең, олар оған дейтін басқа музыка жібер дейді. Соған Дәулет өлең айтып берді, тысқайтып, мана туған күні қарындасының туған күні дымма қалмай. Біріміз Айкүш барды, тұрып тайды. Соған мана жасаған өзіміз сюрпризіміз бар ғой, айтпақшы, подаркымызды тықып қойып. Соған жерде бастадық қалып бісміллә деп. Айкүштің қолына шүртейіп жатыр еді, қағазды берді. Сосын оқы деді. Оқыдық, айда. Мана сюрприз біздер машинаға тықтық ең соңында подаркасын. Мына жерде шоке, білмейді Айкүш немесе настроениесі көтерілді, айда шашын жайып алып, шешар қағаздан. Бірімізде комодтың ішінде, комодтан бардықтан қағазын алып, комодтан екінші қағазды алып та арқарай еттік жалғастырып. Бана екінші қағаз табылмай жатыр мына жерде. Қайда жоқ қой деп. Шок болып тұр, не есен білмейді өзі әлі. Қандай подаркасын. Екінші қағазды алдым. Өлгіп беріп жатыр. Мен ғой жазуын түсініп тұр. Біріміз айда кеттік, Алиханда жүгіріп. Соған барды. Үшінші қағазды аққарасөкпен өзінің коридорда розы куртканың қалтасында аққарасөкпен үшінші қағазды алып ең жақсы сол пайдақ табылған түсінбейді Дәулет оқып кетті. Соған айда әмдері сеніп тұрмыз кухня кілем астында сап-салқын өзінің розовый қалтасында жұқа курткасының қалтасына салып қоямыз. 4-ші қағаз оны тапты. Папамыз да жүр қасымызда. Кремнің астынан 5-ші қағазды алды. Әйел жоқ ол да әйтеуір бір жақта жазған сияқты ұмытып қалдым. Соны бәрін шорған жаққа барамыз, жаққа ваннаға келдік. Ваннаның ішінде кірмешаның ішінде дедік. Кірмешаның ішінде ашып детскийда шифонерде ішінде папамның курткасының қалтасында оны таптық. Енді қайда болды ма деп қойды. Татып құттай қалдық. Жүгіріп жүрміз. спальныйдың терезесін папам курткасының қалтасында тағы қағаз берді. Оны алып 7-ші қағаз ба? Оны оқып жатыр. Қашан болады деп. Астында қашан машинаның ішінде сыйлық. Терезенің алдында 8-ші қағаз алды. Біріміз осымен болып қалған сияқты. Шықпадық. Шынба деп сенбей жүрмін жерде. Өтіп айтып отырған жасама дейді. Соңғы қағаз сол машинаның ішінде деп. Соңғы қағаз сол машинаның ішінде деп оқылды ғой. Соған бәріміз. Бір күн салқын тоңып тұрып, ол жер біздің Дәулет дейтін интрига создавать етіп тұр. Не деп ойлайсың дейді. Не деп ойлайсың дейді Айкүшке. Көзін жұмып Айкүш. Көзін жұмып тұр, машинаның кілтін ашық та. Вау, та-да-да-дам деп подаркасын шығарып шық болып тұр. Мезет еткенді өте ойлап тұрған сияқты. Айфон қайда?
папашымыздан мынандай коробкаға кука ала келген сол куканы бердік та мына жерде енді бірсе қуанып тұр бірсе жылап тұр қуаныштан мәз болып тұр ғой соған айда уда болып енді кукасын қарап тұр көзі тоймай тұр мәз болып тұр ғой мәз болып өзі ақша жинап жүрген болып тұр ғой сенің туған күніңе ордаға келдік алдабай енді куканы қанша қалдың дәулет қайналыпсың куканы қарайық енді деп осы айтып жатырмын мына жер майысады мына жерінде музыка шығады деп осы жақсы оңға келген кукаға біртүрлі ма білмеймін не аламын деп папасы не аламын білмеймін ғой сосын менен сұрайды не аламын деп не өзің берсең ала салған ғой не куканы соны в общем не керек куканы ашып давай наша ма иә жаны ашпай ма отырғызсын қандай музыка жүреді екен қандай қимылдар жасайды екен куканы жайлап айкөш ашып тиме ариф татыр оға деп сол жерде шулап жатыр дауысын естімей ақ қойыңдар содан кейін көйлегінің өзі дейтін бар ғой шикарный андай свадебный көйлектер сияқты ұшты қысқы ма бірдеңе подаркамызды беріп у-шу болып Happy birthday как раз сенің туған күніңе сонымен айкөш ана алып шеш ана жыртпай алып шеш енді бұйырса артынан бүйтіп шешесің ғой туған күні одан да сіздерге осылай үй салатын боламыз интрига жасаймыз дәулеттің туған бер апатайға бер апатайға туған күніне бер маған лайк басып апатайдікі ау бер маған подписка жасаңыздар баршаңызға көп рахмет мына жерде куканы ариф ұстап тұр ариф қыз сияқты менікі деп қояды бер апатайдікі деп жатырық қой сонымен туған күн бітті солай айкөштің туған күні осылай өткіздік бұйырса енді жақында дәулет тәтесінің туған күні соған да осылай сюрприз жасайтын боламыз оңғы енді күшті болады бұйырса оны да қараңдар бұйырса осылай салатын боламыз ютубқа маған тіркеліп лайк басып комментарий жазып кетіңдер баршаңызға мың алғыс